Онлайн мамандықтар. Қазірден бастап ойлануымыз қажет. Ешкім жұмыссыз қалғысы келмейді. Сол үшін ертеңгі күнді қазірден бастап ойланып, соған қарай қазірден әрекет етуіміз қажет. Қазірде Еуропада кейбір мамандықтар жойылуға жақын. Мысалы, официант, кассир, администратор. Бұл барлығы обслуживающий персонал. Және олар ғана емес, басқа да мамандықтар жойылу әбден мүмкін. Оның барлығы ақылды роботқа тапсыруға болады. Яғни олардың жұмыстарын осы роботтар атқару мүмкін. Олар белгілі бір алгоритмді жұмыс жасайды және жаңа даныларды, ақпаратты ғана сіңіріп отырады және соған қарай әрекет етеді. Робот шаршамайды, кезекті отпускке кетпейді, демалысқа сұранбайды, ауырып қалмайды. Тек ремонт керек болғанда ғана шығын кету мүмкін. Ол да шығын тек бір 5-10 жыл жұмыс жасаса, содан кейін бір кейде роботтар ақаулары шығуы мүмкін. Сол үшін робот өте тиімді болады адамдардан гөрі. Мысалы, ақш-та Amazon магазинінде бір адам жұмыс жасамайтын магазин бар. Оның ішінде роботпен автоматты түрде системалар жұмыс жасайды. Кіреберісте картаңызды қоясыз, ішіне кіргенде тауарыңызды аласыз да, пакетке саласыз да, өзіңіз шығып кете бересіз. Автомат түрде шыққанда картаңыздан қанша сомаға тауар алдыңыз, сол сомаға сіздің картаңыздан шешіледі, алынады. Яғни ешқандай кассир жоқ, ешқандай охранник жоқ, администратор сұрайтын адам ешкім жоқ. Барлығы солай жұмыс жасауы мүмкін. Бізге де осындай ахуал келу мүмкін. Кей жерлерде де адамсыз такси де бар. Яғни робот такси. Координатасын бересің, немесе компьютер болса, компьютерге жазасыз, болды, аппарат. Және басқа да тек алгоритм бойынша жасайтын мамандықтар болса, яғни бір типтес жұмыстар, ол кез ешқандай қиындықсыз адамдарды осы автоматтандырылған системалар немесе роботтар арқылы жұмысын айырбастауға болады. Сол кезде көптеген ескі мамандықтар, яғни сол кезде ескі мамандықтар болып саналады, олар жұмыссыз қалуы мүмкін. Ондай ахуал бар. Бізге дәл қазір келмесе де келу әбден мүмкін. Дүние сағат сайын өзгеруде. Дүниедегі жағдайлар да солай өзгеруде. Ешкім осы коронавирус келіп барлығы үйде отырады деп ойламаған. Осындай кез ақшасыз қалмаудың бір амалы фриланста жұмыс жасай алатындай мамандық таңдап алу және білім алып жетілу, тезірек әрекет ету. СММ маманы. Инстаграм немесе басқа әлеуметтік желіде жұмыс жасайтын адам. Фейсбукта, ВКонтакте, Ютуб. Соның ішінде де жұмыс жасайтын СММ мамандары бар. Бірақ біз осы курста Инстаграмдағы СММ маманын қарастырдық, яғни құралдарын. Ал міндеті жұмысы барлық желілерде көбінесе бірдей. Сіз СММ менеджер болам десеңіз, өзіңіздің парақшаңызды ашып, дамытып, осылай практика алуыңыз болады. СММ маманы үлкен сұранысқа ие мамандықтардың бірісі. Көптеген магазиндер, бизнес тұлғалар өзін осы Инстаграм арқылы дамытқысы келеді. Бірақ олардың дамытуға, Инстаграмда отыруға уақыты жоқ. Сондықтан, иншаллах, сіз осы СММ маманы болам десеңіз, жұмыссыз қалмайсыз. Бір парақша қарау үшін бас кезінде 40 000 теңге немесе 40 000 теңге плюс проценты от продаж арқылы ақша табуға болады.
одан да төмен түсіруге болады, бірақ көбінесе бас кезінде 40 мың теңгеден бастайды. Совсем болмаса 25 мың, 30 мың. Бірақ ол бас кезінде ғана. Тәжірибе жинақталып, жұмысыңызды толықтай меңгеріп алған соң 70 мың теңге плюс проценті, 80 мың теңге плюс проценті алуға болады. Және сізге бір емес, бірнеше парақша жүргізуге болады. Яғни орташа тәжірибесі бір SMM маманы бір айда 700 мың теңгеден 1 миллионға дейін ақша табу әбден мүмкін. Дизайнер. Әлеуметтік желілер дизайнері. Кез келген әлеуметтік желіні әрлеп беретін маман. Немесе тек Инстаграмда ғана жұмыс жасауға да болады. Яғни инста-дизайнер. Ол парақша дизайнын, аватарка дизайнын, ленталар шаблонын жасайды. Жалпы парақшаны оқырмандар мен потенциалды клиенттер тартылатындай, қызығатындай безендіреді. Қызметтері арқылы ақша табады. Ең популярлы дизайнер айына 500 мың теңгеден мүмкін, одан да көп ақша табу мүмкін. Оның шегі жоқ. Қаласа 1 миллионға дейін де жұмыс жасауды мүмкін. Және тәжірибесіне қарай. Ол өсе береді. Бір аккаунт безендіру профессионалды түрде 20-25 мыңға жасайды. Осы инста-дизайнерда сұранысқа ие мамандықтардың бірісі. Себебі әр бренд, әр бизнесмен, әр инстаграм бір магазині өзін инстаграмда өзін әдемі түрінде көрсеткісі келеді. Сондықтан сол кез инста-дизайнерлар парақшаны әдемі әрлеп, жайнатып жібереді. Визуализатор бренді. ПММ қысқаша айтады. Ол дизайнер жұмысқа жақын, бірақ ол фото контент арқылы парақшаларды жүргізеді. Яғни 30 күндік фотоконтент жасап береді. Ол міндетті түрде әдемі, дизайнерлік вкуспен жасалады. Ол көбінесе осы қызметтерге жүгінетін интернет-магазиндер және брендтер немесе блогерлар. Мысалы сізге көрсетейін визуализатор брендінің жұмысынан. Олар мысалы осындай 30 күндік фотоконтент жасап беру мүмкін. Не екінші мысалы бұл барлығы интернеттен алдым. Бұл оның алдындағы жұмысы, яғни до және после. Міне қарасаңыз, қандай мысалы әртүрлі фотоны қоя берген, ешқандай әдем көрінбейді. Жалпы қарағанда әдем көрінбейді. Ал мына жақта бір түстеріне фотоларды кездесіп отырады, мысалы мынандай түс, мына жақта осындай түс. Бір стильде жасалады. Яғни бір келкі, бір жалпы бір стилі бар. Сондай әдемі стильді көрінеді. Осындай жұмыстарды визуализатор бренді жасайды. Яғни оны қалай осы жұмысты атқарады. Мысалы, сіз өзіңіздің парақшаңызды осылай жүргізесіз. Әдемі қылып осындай. Сіздің әрине осындай фотоларыңыз профессионалды түрде жасалу керек. Яғни фотоаппарат керек. Сіз осындай мен бренд визуализатор деп бердіңіз, парақша аштыңыз, содан кейін сізге клиент жазды. Ол да өзінің интернет-магазин, мысалы киімдерін осындай бір контенттің дайындап бергенін қалайды. Бренд визуализатор міндетті түрде 30 күндік осындай контент дайындаумен айналысады. Яғни сіз өзіңіздің клиентімізбен кездесуге барасыз, мысалы кафеге. Ол кафеде мысалы шайды, мысалы сіз төлеуіңіз мүмкін, сіздің атыңыздан болады. Сіз онымен жақсылап тұрып сөйлесесіз. Қалай толтыру керек, қандай стильде, қандай түстер ұнатады. Осы
олардың магазин түстері қандай, фирменный стилі қандай, соны барлығын біліп аласыз. Қандай фотоконтент қалайды, қандай тауары қандай фонда түскенін қалайды, соны барлығын жазып, сұрап, асықпай жазып аласыз. Содан кейін жұмысқа кірісесіз. Сіз олардың моделі, яғни киімді үстіне киетін модель, және фотографты өзіңіз жалдайсыз. Мысалы, фотограф бір 10-15 мыңға алсаңыз бір күнге. Және сіз мысалы макияж және кафе, оған 5 мың теңге кетті дейік. Және такси, мысалы, ол бір табиғатта әдемі бір фотоконтентін жасағысы келеді. 5 мың теңге, анда жүресіз, мында жүресіз, сол 5 мың теңге. Және бүкіл осы жұмыс үшін сіз 50 мың теңге алдық деп санайық. Сондай бағаға жасайды негізі, ол ең азынан 50 мың теңгеге. Содан кейін ол енді әрине тәжірибесіне қарай өсе береді. Сонда 25 мың теңге таза сіздің қолыңызға бір күнде, яғни 2 күнде деп есептейік. 2 күн, 3 күнде дейік. Сіздің жылдамдығыңызға қарай, жұмыс процесі қалай жылдамдықта өткеніне қарай, 1-3 күнге дейін осы 25 мың теңге сіз ақша таба аласыз. Сіз енді екінші күні дейік, бірінші күні кафеде кездестіңіз, сөйлестіңіз, екінші күні сіз фотографты алып, модельді алып, барлығыңыз бірге киімдерді алып, соны табиғатта фотоға түстіңіз. Бүтін күн сол кетті, осы фотографпен жұмыстарға түсірді, барлық материалды сізге берді фотограф. Сіз үйге бардыңызда бір күнде осындай әдемі стильде, бір стильде етіп фотоконтентті дайындап қойдыңыз. Содан кейін сіз осы тапсырыс берген адаммен кездесесіз де, приложение, яғни әртүрлі приложениялар бар, фотоконтентті алдын ала 30 күндік фотоконтентті жасап беретін приложениялар, қосымшалар. Сіз соған оның телефонынан салып бересіз. Яғни міндетті түрде өзіңіз салып бересіз, себебі осын мысалы бірінші мынау салыну керек, содан кейін мынау салыну керек деп барлы бір стильде қойылу керек. Оның орны ауыстырмау керек, сондықтан сіз оның телефонынан барлығын салып бересіз, қойып бересіз. Және міндетті түрде кездесеміз, себебі сіз барлығын түсіндіріп бересіз, қолыңызбен қалай басасыз, осы қосымша қалай жұмыс жасайды, соның барлығын көрсетіп бересіз. Мына визуализатор бренді ешқандай текст жазбайды, тек қана фотоконтентін жасап береді. Бұл фотоларды сіз үйде отырғанда, мысалы, фотоны алдыңыз ғой, оны VSCO арқылы немесе басқада сондай пресетке салып жасап аласыз. Әртүрлі дайын пресеттер бар, соған қарай түсіріп, немесе өзіңіз индивидуалды, өзіңіз пресетіңізді жасайсыз. Яғни бас кезінде жұмыс істегенде осы дайын пресеттермен де жасауға болады. Және пресеттің ішінде де енді көптеген әртүрлі дайын стильдер бар. Енді қайтадан оралайық. Сіз сол заказчикпен отырып осы өнімді жүктеп бердіңіз, 30 күндік фотоконтентті салып бердіңіз, барлығын түсіндіріп бердіңіз. Болды, жұмысыңыз атқарылды деп санауға болады. Жұмысыңыз бітті. Осылай міне жұмыс жасауға болады. Ол тек қана киімдер магазин емес, ол барлық түрлі бизнес түрлеріне жасауға болады. Яғни сіз мысалы дизайн Instagram қалай парақшаны әрлесе, әдемі етіп безендірсе, мынауда визуализатор бренді, ол да осы фотоконтент арқылы тартады. Яғни ол осы киімдер сататын, тауар сататын және Instagram блогерларына өте сондай
жарасатын керек болатын бір қызмет. Сондықтан өте қызықты сондай жұмыс. Яғни ол 100%-тік үйде отыратын жұмыс емес, әрине біраз шығып, біраз фотографпен жүріп, модельдарды тауып, сондай барлығын организация жасап, содан кейін үйде жұмыс жасай бересіз. Сондай бір жұмыс, яғни кішкене адамдармен жұмыс жасағысы келетін адамдарға өте керек, сондай қызықты мамандық болып айтуға болады. Сондықтан осындай визуализатор брендіні ескеріңіз, осындай мамандық бар. Өте қызықты сондай творчестволық жұмыс. Stories менеджер. Stories деген сөз, яғни сіз білесіз, Инстаграмдағы stories. Қысқа тарихтар, историялар. Соны жүргізетін менеджерлер болады. Яғни ол жай жүргізбейді оны дұрыстап тұрып, профессионал түрде қызықты етіп, қызықтыратындай, сонда профессионалды әдемі етіп жүргізеді. Яғни осы стористі міндетті түрде үнемі салып тұру керек. Сол үшін осы сторис менеджер, сонда бір мысалы үлкен магазиндер болсын, олардың сторисін жүргізіп тұру керек, әдемі түрде. Жай осылай барып фотоға түсіріп салу емес, сондай әдемі түрде. Және видео салғанда да сондай сапасыз сондай түрде емес, оны әр адам да жасай алады. Ол сторис менеджер кәдімгідей сапалы түрде бір өзінің планы бар, қалай жасайды, күнделікті бір планы бар, контент планы бар, соны жүзеге асырып, сонда қызықты етіп, мүмкін даже сторис арқылы әртүрлі марафондар, акциялар да өткізу мүмкін. Сол тек қана бір сторис арқылы да клиенттер тартып, сондай ақша табу да мүмкін. Сол үшін сторис менеджер керек. Сондай бір дарынды сторис менеджер көрсе, интернет-магазин. Олардың мысалы товарлар көп, уақыттары аз, олар сатылыммен айналысады, магазиндері бар дегендей. Лентаны да біреу жазады мысалы. Енді осы стористі де біреу жүргізетін керек қой. Оны жанды сондай тікелей эфирлерін жүргізіп, сондай бір қызықты етіп жүргізген қалайды бір үлкен брендтер, жақсы магазиндер. Сол үшін осы сторис менеджерді, олар осындай дарынды бір сторис менеджерді көрсе, олар міндетті түрде ондай маманды жұмысқа алады және жақсы ақшасын береді. Және көбінесе енді SMM маманы сияқты процент от продаж болып есептеледі. Себебі ол қаншама клиент табады, соншалықты оған мысалы бір оклад болса, соған қосылады. Ол сторис менеджер стористер арқылы әртүрлі квест, ойындарды өткізу мүмкін. Әртүрлі тікелей эфирлер қызықты қылып, сондай барлығын ойластырып, әртүрлі мысалы бар фотоларды, мысалы товар келді деп барлығын сондай түсіріп, енді кейде магазинге барып отырады. Көбінесе енді магазинге барып отыру керек, бір жұмыскер ретінде, бірақ бір 2-3 сағатқа қарай жұмыс жасайды, 2-3 сағат жұмыс жасайды да болды, қайтып келеді, жеткілікті. Сондықтан енді үйде отырып, ары қарай сол контентті түсірген фотоларын, видеоларын барлығын түсіре береді. Және енді әрине тікелей эфирді де сол магазинге барып, немесе фирмада отырып түсіреді. Сондай міне бір мамандық. Stories менеджер. Ол да міндетті түрде сондай популярлы жұмыс. Оны біз білмесек те, оны көп бизнесмендер сондай мамандық бар болғанын біледі. Және сұранысы көп. Таргетолог. Ол Инстаграмда жарнаманы жасаумен айналысады. Яғни заказчик парақшасының мақсатты аудиториясын зерттейді. Содан кейін зерттеп, соны өзіне бір
жазады, мысалы осындай аудитория керек бізге дегендей, мындай осындай міне парақшаның тауарын іздейтіндей сондай аудитория, мындай қызығушылықтар осындай жаста адамдар бізге керек деп осындай бір анализ жасайды. Содан кейін ол жарнамалық ролигі енді ол заказчик береді, бірақ оны бағалауы таргетолог. Ол қандай жарнамалық ролик, жақсы ма, жоқ па, яғни 3 секундтың ішінде адамды баурап алатындай сондай жақсы ролик па, жоқ па, соны бағалайды. Совсем жаман болса, ол айту керек, енді осындай роликпен жарнама жасау жақсы емес, бұның результаттары төмен болады, жақсы болмайды. Содан кейін бағалап, заказчик енді қалай болсын өзінің жарнамалық ролигін берді. Одан кейін таргет жарнаманы сол таргетолог жасайды. Тонкий настройка бойынша осы мақсатты аудиториясын зерттеп, анализ жасап аудиториясын, оны осы Инстаграмда жарнама жасайды. Бірінші жарнама жасау мүмкін, оның қорытындыларын қарайды. Жақсы қорытынды бар ма, жоқ па, аздау ма. Одан кейін тағы да пробный жасайды. Басқа кішкене өзгертеді мүмкін настройкалар. Содан кейін тағы да біледі. Содан кейін жақсы болса, сол бір настройкамен жасауы мүмкін. Сонда міне таргетолог осы Инстаграмның жарнамалық жағымен айналысады. Ол енді 100% фриланспен айналысуға болады. Ешқандай кездесу керек емес. Барлығын дистанционды түрде жұмысты атқаруға болады. Таргетолог бір жарнамасы үшін ең азынан 5000 теңге алады, ең азынан. Одан әрі 10.000 теңге алады. Және ол енді қазіргі жағдайларда барлығы тез өзгеріп жатыр, оның бағаларды көбеюі мүмкін. Және айтайын дегенім, ол 5000 теңге дегенде, ол ішіне ешқандай рекламаның бағасы, рекламаға кететін ақша саналмайды. Ол таза осы таргетологтың жұмысына берілетін ақша. Әрине, бұл жұмысты атқару үшін сізге тәжірибе керек, яғни білім керек, және сізге тәжірибе керек. Сіздің рекламаларыңыз, жарнамаларыңыз жіберген міндетті түрде жақсы қорытындылары болу керек. Яғни көп сатылыма келетіндей, немесе сондай дәл мақсат аудиториясын табатындай, керек подписчиктер келетіндей, мысалы левый керек жоқ подписчиктер емес, именно сізге керек болатын подписчиктер жиналатындай, сондай бір рекламадан сондай бір ең азынан бір 10, сондай 5 подписчиктер келіп, сосын бір 10 күнде сондай көп сондай қорытындылар көретіндей, результаттары сондай жоғары болатындай жарнамалық жарнама жіберу қажет. Сондай қызмет түрі осы таргетолог маманы. Копирайтер. Ол сатылым әкелетін, мәтін жазатын маман. Яғни ол мәтіні мақсатты аудиторияға беттелген, қызықты етіп жазылған, сатылым әкелетіндей, вовлеченность көтеретіндей, яғни кері байланыс болатындай, содан кейін пікір жазып, сондай қызықты болатындай сапалы мәтін жазу. Сапалы, ол яғни қызықты болатындай, және міндетті түрде орфографиялық, ешқандай қателіксіз, барлық дұрыс жазатындай копирайтер маман. Ол оның жұмысы осы 1000 символ деп қанша осы әріптермен саналады. 1000 символ, мысалы 1500 теңге, 2000 теңге, ең азынан сондай бағада жұмыс жасайды. Оның қандай бағалармен енді түгелде бағаларын мен білмеймін. Ондай копирайтерлерді дайындайтын арнайы сайттарда бар. Соны жұмыстарын беретін, вакансиялар көрсететін. Әрине олар өзінің жұмысына алады жұмысын, мысалы 10%, мысалы 2000 теңге бір
оның 1%, 2%-ін мүмкін алу мүмкін, оны білмеймін, қанша процентін алады. Бірақ сондай копирайтерлар үшін арналған сайттар бар. Және оны дайындайтын да сондай курстар бар арнайы. Керек болса үйреніп, соны оқып алу да мүмкін. Ол міндетті түрде енді 100% фриланспен жұмыс істеуге әбден қолайлы жұмыс. Оны ешқайда жүру керек емес. Барлығын интернетпен почтаңызға не керек екенін барлығын сөйлесіп алып мәтінді жазасыз. Ол мәтін мысалы кімге керек? Блогерларға, әртүрлі интернет-магазиндерге, сонда барлығын грамотный болып жазған қалайды. Немесе сайттарда міндетті түрде сатылым әкелетін текстер жазу керек. Осы мен мысалы сайтпен жұмыс істеймін. Осы сондай интернет-магазин текстері міндетті түрде осы мысалы поисковикте тез табылатындай жазу қажет. Ол қызықты да, және поисковиктің жұмысына сондай жеңіл табылатындай сондай текст жазу керек. Яғни ол Instagram парақшаға да, сайттарға да сондай поисковикте табылатындай сондай жақсы бір текст жазу қажет. Сондай бір мамандық. Ол енді 2000 теңгеден бір 10 000 теңге дейін, 15 000 теңге дейін да ақша алуы мүмкін. Ол копирайтер енді сондай популярлы тексттер сондай профессионалы болса, әрине жақсы ақша төлейді. Оның барлығын сіз жеке бір зерттеуіңіз керек. Копирайтер маманы қанша ақша табады, бірақ сондай осы мамандыққа жақын болатын мамандықтар, филолог, сондай педагог, олар әбден мүмкін осы копирайтер арқылы ақша табуы. Және оларға да қызықты болады. 7-ші менеджер по продажам. Яғни оның негізгі міндеттері қандай? Ол қандай мамандық? Ол сатылым әкелетін клиенттік базаны жүргізетін адам және сату пландарын жүзеге асырады. Яғни план продаж деген соны жүзеге асырады. Оның білімі SMM маманы болуы мүмкін, маркетолог, немесе тағы басқа сондай менеджерлар, әртүрлі сондай сататын мамандықтар жұмыс жасауы мүмкін. Яғни сіз соған жақын болсаңыз, сондай жұмысқа, осы менеджер по продажам жұмысын таңдауға болады. Яғни сіз Instagram парақшасы болсын, басқа бір парақша болсын, оның сатылымдарын әкеліп, осы жоспары бойынша олардың табыстарын көбейту қажетсіз. Ол жарнама арқылы, әртүрлі басқа да қосымша жұмыстар арқылы сіз көбейту керексіз. Сондай жұмыс. Ол көбінесе оклад плюс процент және плюс премия деп есептеледі айлықтары. Оны да сіз фриланста отырып жұмыс жасай бересіз. Немесе кей кезде осы Инстаграмға парақшаның бір тауарларын зерттеу керек болса, сіз бару керексіз. Сондықтан ол кезде сіз өзіңіздің қалаңыздан жұмыс таңдауыңыз керек. Көмекші. Ол Инстаграм жүргізу үшін көмекші. Яғни мысалы бір атақты блогерлар жұмыстарын жалғыз жасамайды. Олардың міндетті түрде көмекшілер бар. Себебі олардың аудиториясы үлкен, ауқымды, табыстары үлкен, оның барлығын жоғалтып алмау керек. Сондықтан блогерда ол адам, ол шаршайды, мүмкін демалғысы келеді. Сол кезде ол кейбір міндеттерін осы көмекшілерге жүктейді. Яғни жауап беру дәйекке, немесе посттарды салып тұру, немесе әртүрлі информация жинап отыру дегендей сондай бір міндеттерін жүктеп қояды.
сол үшін үлкен бренд пен атақты блогерларға осы көмек беретін мамандық көмекшілер қажет болады.